Ассаламуалейкум ағайын. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің дейді қазақ халқы. Қайырымдылық адамзат баласының бойындағы ерекше бір қасиет. Қайырымдылық ізгіліктің, адамның адамға деген таза ниетін, адамгершілік қарым-қатынасын көрсететін адамдардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен көмегі. Қазіргі таңда елімізде түрлі іс-шаралар мен акциялар, қайырымдылық қорлары арқылы қол ұшын созатын ізгі жандар көбейіп келеді. Шүкір. Қайырымдылық жасауға мемлекет тарапынан да көп көңіл бөлініп отыр. Жақсылық жасайтын жандар әрқашан және әр кезде табылады. Жақсылық жасау имандылықтың, тәрбиеліктің, парасаттылықтың айқын көрінісі. Не берсең де балаға бер, бала үшін жаса деген халқымыздың игі дәстүрі қазіргі кезде қайырымдылық қоғамының іс тәжірибелерімен жалғастырылып келеді. Адам өз ұрпағына қайырымдылықты жастайынан үйретіп, адамгершілік қасиеттерге баулуға ұмтылу керек. Біреуге жақсылық, жан-жануарларға, табиғатқа қамқорлық жасау қайырымдылықтың көрінісі. Рахымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды қайырымды адам дейді. Ал ешкімге жаны ашымайтын, жүрегінің жылуы жоқ, қатыгез адамды қайырымсыз деп атайды. Қайырымдылықты мүсіркеушілік және жарылқаушылық деп те түсінуге болады. Ол кейде кедей-кепшілік, жарлы жақыбай жандарға көмектесумен, қайыр садақа берумен де көрініс табады. Садақа беру, жақсылық жасау адам жүрегін жұмсартады ағайын.